Сәлеметсіздер ме, ағылшын тілін үйренушілер? Бүгін біз кезекті топикті оқимыз, аударамыз және грамматикасын талқылаймыз. Топиктің аты My best friend. Менің ең жақсы досым. Мой самый лучший друг дейді. Ал олай болса, кеттік. Let me tell you about my best friend. Let дегеніміз рұқсат сұрау. Let дегеніміз рұқсат сұрау. Me маған, tell айту, you саған, about жайында деп аударылады. Бұл предлог бізде. About дегеніміз бізде предлог. Орысша айтқан кезде о деп аударылады. My менің, best бұл күшейтпелі шырай, яғни сын есім. Лучший деп аударылады. Ең жақсы. Негізі күшейтпелі шырайдың алдында, the деген артикл тұру керек бізде, the деген артикл тұру керек. The деген артикл тұру керек. Бірақ бізде бұл жерде не үшін тұрмайды the артикл? Өйткені оның алдында бізде my, his, her деген местоимениялар бар ғой, притяжательный. Осылар тұратын болса, онда the артикл қолданбайды. Friend, досым. Let me tell you about my best friend. Рұқсат беріңіз дейді. Мен өзімнің ең жақын досым жайында айтып берейін дейді. Түсінікті ма? Let рұқсат сұрау. His name is Yuri. Оның аты Юрий. His ұлдарға қолданады, білеміз, Қыздарға her қолданады. Юрий ұл болғандықтан біз оған his деген местоимение қолданып жатырмыз. Оның аты Юрий. To be бізде аударылмайды. Оның аудармасы является, это деп сөйтіп аударылады негізі. Келесі сөйлем. We have known each other for ages. We have known each other for ages дейді. Бұл бізде қандай шақта тұр? Present perfect шағында тұр. Біз білеміз, ағылшын тілінде где-то 16 шақ бар, яғни настоящее времялардың өздері үшке бөлінеді, прошедшее время, өткен шақтардың өздері үшке бөлінеді, будущее времяларды үшке бөлінеді. Мінекей. Мынау present perfect шағы. Present perfect шақ дегеніміз сол жаңа ғана аяқталған іс-әрекетті білдіретін шақты present perfect дейміз. Мысалы, мен жаңа ғана кружканы сындырып алдым, Жаңа ғана мен мектепке барып келдім. Жаңа ғана мен жолда подружкамды көрдім, Мінекей осындай сөйлемдерді айту үшін біз present perfect шағын қолданамыз. Бұл бірінші условие. Екінші present perfectті біз қолданамыз, когда іс-әрекет в прошлом өткен шақта басталды және қазірге дейін ол созылып жатыр. Осындай іс-әрекетті білдіру үшін біз present perfectті қолданамыз. Дәл осы іс-әрекет мына жағдайда сөйлемде тұр. Қараңдар. We have known each other for ages. Біз бір-бірімізді білеміз ғасырлар бойы. Негізі for ages ғасырлар бойы деп аударылады, бірақ ұзақ уақыт деген мағынаны білдіреді ғой. Біз бір-бірімізді ұзақ уақыт білеміз. Біз бір-бірімізді ұзақ уақыт білеміз дейді. Түсінікті ма? Яғни өзін досын ұзақ уақыт бойы біледі екен. Present perfect'тің формуласы have немесе has, және мынандай етістіктер бар ғой бізде, no, көп етістіктер бар, сол бізде колонканың үшінші жағында тұрады. Колонка дегеніміз не? Егер сіздер кітаптың ең соңғы бетінде мынандай колонкалар тұрады, етістіктер. Бірінші бізде инфинитив тұрады, екінші өткен шақ тұрады, жай өткен шақ, үшінші present perfect нелер тұрады. Осы үшінші колонкадағы етістік known дегеніміз, знать деген мағынаны білдіреді. We have known, біз бір-бірімізді білеміз дейді. Know деген знать, үшінші колонкада тұр. Each other деген бізде бұл бірге аударылады, бір-бірін деген мағынаны білдіреді. Друг друга деген мағынаны білдіреді. For ages тоже бірге жүреді. For ages бірге жүреді. Бұл ғасырлар бойы, ұзақ уақыт деген мағынаны білдіреді. Ages деген өзі ғасыр деген мағынаны білдіреді негізі.
For ages, ұзақ уақыт деген мағынаны береді. Сонда аудармасы біз бір-бірімізді ұзақ уақыт бойы білеміз дейді. Түсінікті ма? Окей, келесі сөйлем. We live in the same town and went to the same school дейді. We, біз, live, өмір сүреміз. In, бізде предлог, ішінде деген мағынаны білдіреді, я? Мына town дегеніміз қала, я? Қалашық, кішкентай қалашықты town дейді. Үлкен қалалар city дейді, окей? Мына ішінде, қалашықтың ішінде in the town дейміз. Түсінікті ма? Предлог, ішінде деген мағынаны білдіреді, in. The, определенный артикль, яғни бұл қандай town, қандай қалашық екен бізге уже белгілі бұл, я? Оның аты біледі, бұл адамдар өздерінің атын біледі қалашықтың. Яғни ол белгілі қалашық болатын болса, определенный the деген артиклді қолданып жатыр. Same деген такой же деп мағынаны білдіреді. Сондай. Яғни бірдей қалашықта өмір сүреміз дейді ғой. Бір қалашықта өмір сүреміз. And және went to the same school дейді. Және бір мектепке барғанбыз дейді. Және бір мектепке барғанбыз дейді. Same деген такой же, тура сондай деген мағынаны білдіреді. Окей? Went деген go деген есік бар ғой бізде. Go деген, я? Go деген есік білеміз ғой. Бару деген мағынаны білдіреді. Бұл колонканың бірінші жағында тұрады, я? Екінші жағы жай өткен шақтағы есіктер went. Go-дің өткен шағы went, мына. Went, барып қойдым деген мағынаны білдіреді. Мен кеше мектепке барып қойдым. I went to the school дейміз. Мен кеше магазинге бардым. I went to the shop дейміз. Түсінікті ма? Өткен шақты айту үшін бардым дегенді went-ті қолданамыз. Окей. Қараңдар, we live in the same town. Біз бір қалашықта өмір сүреміз. Мына жерде настоящий жай осы шақта тұр. Жай осы шақ, ал уже мына екінші сөйлем өткен шағында тұр. Простой жай өткен шақта. Окей? Келесі сөйлем. Now we study at the same university and through we study at different faculties, we see each other almost every day дейді. Now деген қазір деген мағынаны білдіреді. Қазір, дәл қазір. Қазір жалпы айтып жатыр, я? Қазір we, біз, study, оқимыз, я? Study, оқу. Университетте оқу деп айтқымыз келсе, study қолданамыз, я? Ал обычно кітап оқу десек, read дейміз. Read деген оқу. Кітаппен оқуда. Ал университетте оқу, мектепте оқу, study қолданамыз. At дегеніміз бізде бұл предлог. Мысалы, университетте, at the university көбінесе қолданады. Предлогты негізі сіздер жаттап алу керексіздер. Сонымен қатар at деген предлог, ол бір зданияның қасында деген мағынаны айту үшін сөйлемді, я? Біз at деген предлогты қолданамыз. Мысалы, at the supermarket, супермаркеттің жанында, I'm studying at the supermarket, мен супермаркеттің жанында тұрмын деп айтқымыз келсе, осы at предлог қолданамыз. Негізі at предлогтың қолдануы өте кең. Ол тек қана бір ғана оқиған бір ғана мағынада қолданбайды, көп мағынада қолданады. Оны просто сіздер жаттап алу керексіздер. Мына same білеміз, я? Бірдей университетте оқимыз дейді. And және through we study at different faculties дейді. Және біз дейді оқимыз дейді at different faculties. Әр түрлі факультетте оқимыз дейді. Different дегеніміз бізде әр түрлі. Faculties дегеніміз факультет. We see, біз дейді, я? We see, көреміз. Each other, бағана айттыға, each other дегеніміз бір-бірімізді.
almost также деген мағынаны білдіреді. Every day күнде. Біз бір-бірімізді күнделікті көріп тұрамыз дейді. Бұл жерде жай осы шақта қолданған. Жалпы, иә, жай осы шақ дегеніміз жалпы нәрселерді айту үшін қолданады. Мысалы, жалпы біз бір-бірімізді күнделікті көреміз. We see each other almost every day. Келесі сөйлем. My best friend is the first to come and support me in any difficult situation. Менің best ең жақсы friend досым, менің ең жақсы досым is the first to come and support дейді. The first дегеніміз ең бірінші деген мағынаны білдіреді. The first дегеніміз бірінші деген мағынаны білдіреді. Бұл бізде реттік сан есім. Ағылшын тілінде реттік сан есім дегеніміз не? Бірінші, екінші, үшінші деп айтқымыз келсе, ол бізде реттік сан есім болып саналынады. Ағылшын тілінде реттік сан есім алдында the деген артикль қолданылады. Бұл бізде сіздер тест тапсырсаңыздарда, иә, осындай сұрақ міндетті түрде келеді. First, second, third, fourth, fifth деп. Бұлардың бәрі реттік сан есім алдында міндетті түрде определенный артикль жүреді. Жаттап аламыз. To come келеді, инфинитивте тұр. Инфинитив деген төмен келетін етістіктерді инфинитив дейді. Яғни менің ең жақсы досым бірінші келеді дейді. Және and дейді. Support дегеніміз біз білеміз, иә, support деген поддержка деген мағынаны біледі. Қайдан білеміз? Бізде интернетте, мысалы, служба поддержка, иә, инстаграмда болады. Support дегеніміз поддержка. Служба поддержка деп тұрады ол жерде. Ана жерде просто поддержка деп тұр. Маған поддержка береді, қолдау береді, және бірінші рет келеді дейді. Маған дейді. In ішінде деген мағынаны білдіреді, бірақ бұл жерде қиын жағдайда дейді, иә. In any, любой деген сөз. Any дегеніміз кез келген деген мағынаны білдіреді. Difficult, қиын. Situation, ситуацияда, жағдайда. Яғни менің ең жақсы досым осындай қиын жағдайда ең бірінші рет келеді және маған поддержка береді дейді. Түсінікті ма? Сіздер бұны жаңағы интервьюда, ағылшынша біреумен сөйлескен кезде де осы сөйлемдерді қолдансаңдар болады. Мысалы, өзінің досын жайлы айтқан кезде, My best friend is the first to come and support me in difficult situation деп. Окей? Келесі сөйлем. We have a lot in common дейді. Біз, иә, have, бұл жерде have иметь деген мағынада тұр, бар деген. Бізде бар дейді, a lot деген көп деген мағынаны білдіреді. Екеуі бірге жүреді, a lot деген. Окей? Көп деген мағынаны білдіреді. In common деген тоже бірге жүреді. In common дегеніміз общий ғой. Бізде общий нәрселер көп деген сөз. У нас много общего деген мағына ғой. Окей? Түсінікті ма? Окей. Егер сіздерге түсінікті болса, мен қуаныштымын. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазыңыздар. Ұнаса, лайк басыңыздар және подписаться етіңіздер. Мына келесі сөйлемді келесі сабақта талқылаймыз. Бұл да өте керекті сөйлемдер. Ал олай болса, goodbye. See you later.